Кешкі уақыт болатын. Қаладағы ескі моргтың сыртқы көрінісі әлі де сұмдық, әрі тозған күйде тұр. Қараңғы көшеде әлсіз ғана жарық шамдар жарқырап тұрса да, бұл ғимарат түнде ерекше қорқынышты тәсер қалдыратын. Қала тұрғындары бұл жерді айналып өтуге тырысатын. Ал ескі моргтың ішінде жұмыс істейтін қызметкерлер де ұзақ уақыт бұл жерде қалуға құштар емес еді. Моргтың қызметкерлері әділ үшін бүгінгі түн бұрынғы түндерден еш айырмашылығы жоқтай көрінді. Бірақ бұл түн оның өмірін мәңгілікке өзгертетіні ол кезде белгісіз болатын. Әділ моргта күзетші болып жұмыс істейтін. Оның міндеті түнде моргтың ішін тексеріп, қажет болса өліктер сақталған бөлмелердің есіктерін құлыптап, қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Кез келген адам мұндай жұмысты істеуге қорқуы мүмкін, бірақ әділ үшін бұл тек қарапайым жұмыс болатын. Ол қашанда өзінің батыл әрі батыр деп ойлайтын. Қанша жерден мықты болса да, бұл моргтың ескі бөлмелеріндегі суықтық пен үнсіздік оны алаңдататын. Бүгінгі түні ол әдеттегідей түнгі ауысымға кірісті. Моргтың ішінде жарық өте әлсіз, қабырғаларында ескі майлы шамдар ғана жарқырап тұрды. Тек құлаққа ұрған тыныштық пен мәйіттердің сақталатын бөлмелерінен шығып жатқан тоңазытқыштардың бір қалыпты гүрілі ғана естілетін. Әділ өзінің үстелде отырып журналдарды толтырып отырғанда кенеттен бір түрлі дыбыс естіді. Әдетте моргта шуыл болмайтын, бәрі бір қалыпты болатын. Бірақ бұл дыбыс бірден оның назарын аударды. Бір нәрсе сықырлап қозғалғандай болды. Ол бір сәтке құлақ түріп, дыбыстың қайдан шыққанын анықтауға тырысты. Бұл дыбыс моргтың тереңіндегі ескі бөлмелерден шыққандай еді. Ол орнынан тұрып, шамын қолына алып, ескі темір есіктердің тұсына қарай жүрді. Іші суық, әрі дымқыл болатын. Қабырғалары мүк басқан. Әділ баяу ғана жүріп, әрбір бөлменің есігін тексеріп келе жатты. Бірнеше есік құлыптаулы, бірақ оның алдындағы бір есік жартылай ашық қалған екен. Бұл ең ескі бөлмелердің бірі. Мұнда бұрыннан бері мәйіттер сақталмайтын. Әділ есікті толық ашып, шамын жарыққа қарай бұрып, бөлменің ішіне кірді. Іші бос, бірақ біртүрлі суық сезілді. Дәл осы кезде кенеттен біреу оның артындағы есікті жаба салғандай болды. Сықырлаған дыбыс шығып, есік қатты жабылды. Әділ бірден артына қарады, бірақ есік өздігінен жабылғанын түсінді. Бұл жел болуы керек, деп ойлады ол. Бірақ жүрегінде әлдеқандай ауырлық сезілді. Ол бөлмеден шығып, есікті қайта ашып, басқа бөлмелерді тексермек болды. Бірақ кенеттен артынан әлсіз дыбыс шығарып, біреу сыбдырлап сөйлеп жатқандай көрінді. Әділдің денесі дір ете қалды. Құлағын қайырап дыбысты тыңдай бастады. Сыбырлаған дауыс анық емес еді, бірақ қайдан шыққанын түсіну мүмкін болмады. Ол қорқынышын жеңіп, өз-өзін сабырға шақырып, артынша бөлмелерден шықпақ болды. Бірақ бөлме есігі ашылмай қалды. Әділ есікті итеріп көрді, бірақ ол құлыпталып қалғандай мызғымай тұрды. Мүмкін құлып бірдеңе болып қалған шығар, деп ойлап, есікті қаттыра итеріп көрді. Осы кезде терезе жақтан әлсіз ғана сыбдыр естілді. Жүрегі дүрсілдеп, бір сәтке тынысы тарылғандай болды. Ол шамын терезеге қарай бұрғанда, ескі терезе жанында тұрған көлеңке сұлу баласын көрді. Кенеттен суық ауа толқыны естіліп, шам өшіп қалды. Ол енді толықтай қараңғыда қалды. Терең тыныс алып, шамын қайта жағуға тырысты, бірақ шам жанбай қойды. Осы сәтте есік артынан тағы да сыбдырлаған дауыс естілді. Шықпа, қал. Дауыстың әлсіздігі сонша, ол кімдік екенін ажырата алмады. Бірақ оның жүрегін үрей билей бастады. Моргтың ішінде ешкім жоқ, бірақ бұл сыбдырлап тұрған кім? Әділ бөлмеде тұрып қалды. Көзі қараңғылыққа үйреніп келе жатқанда әлде бір қимыл көрінді. Ол бөлменің екінші бұрышында әлдекімнің тұрғанын анық сезді. Бейне бір сұлба сол жерде қозғалмай тұр. Бұл кім? Бөлмеде тек ол ғана болған еді ғой. Әділ қадам жасап жақындап көрмек болды. Аяқтары салмақсыздықпен алға жылжыды. Жүрегі дүрсілдеп, ішкі дауысы оған тоқтауды бұйырды. Бірақ не екенін білмеді. Ол тоқтай алмады. Ол сұлбаға жақындағанда кенеттен әлгі бейне қозғалып артқа шегініп кетті. Бірақ оның орнына қалған мұздай суық жел Әділдің денесін бүркеп, төбе шашын тік тұрғызды. Сол сәтте есіктің сықырлап қайта ашылғанын естіді. Бірақ оны ешкім ашпады. Ол енді бөлмеден шықпақ болды. Бірақ тағы да әлгі сыбдырлаған дауыс естілді. Кетпе, бізбен қал,
Дауыстың әлсіздігі мен суықтығы сонша денесін мұз басқандай болды. Арқасынан суық тер ақты. Есіктің ар жағынан тағы да әлдекімнің көлеңкесі көрінді. Бұл не екенін түсінуге тырысты, бірақ жарық болмағандықтан ештеңе анық көріне қоймады. Кенеттен бөлменің ішінде біреу жүргендей сезілді. Аяқ дыбыстары еденді сықырлатып жақындап келе жатты. Бірақ оның көз алдында ешкім жоқ. Әділ бұл сәтте өмірінде алғаш рет қатты қорыққанын түсінді. Ол қорқынышпен есікке ұмтылып қайтадан шамын жақты. Бірақ шамның жарығында ештеңе көрінбеді. Есік ашық тұрды. Аян шамын жақындатып бөлменің ішін тағы бір рет тексеріп шықты. Сол кезде қабырғада әлдекімнің қолының іздерін байқады. Жаңа ғана пайда болған іздер. Олар суықтан шыққандай еді ғой, бірақ бұл бөлмеде ешкім жоқ. Әділ жүрегінің дүрсілін басып дереу бөлмеден шықты да моргтың дәлізіне қарай жүгіре жөнелді. Моргтың ішіне қалған үнсіздік одан сайын ауырлап кеткендей көрінді. Бірақ Әділ есіктен шыға бергенде артынан әлдекімнің салқын қолы оның иығына тиді. Төбе шашы тік тұрды, бірақ бұрылуға батылы жетпеді. Артынан әлсіз ғана дауыспен сыбдырлаған дыбыс естілді. Сен енді бұл жерден ешқашан да кете алмайсың. Ол ешқандай қозғалыссыз сол орында қатып қала берді.